Бәріңе сәлем. Жаксреп Mind Life арнасының тұрақты көрермендері, бүгін сендерге өз алғысымды айтамын. Себебі әр видео шыққан сайын лайктарыңды аямай басып, коммент қалдыратын әрбір жазылушыға мың алғыс. Сендердің қолдауларыңның арқасында әрбір видеоның сапалы шығу үшін барымды саламын. 4-5 сағатымды видео әсерлі және сендерге қызықты болу үшін жұмсаймын. Сондықтан достар, әлі де қолдауларыңды көрсетіп, каналға жазылмаған болсаңдар, каналға жазылып, қасындағы қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Достар, олай болса біз бастаймыз. Достар, алдыңғы блоктағы кигіз үйді біз көшіріп, басқа жерге әкеліп тіктік. Тіктік дегенде кигіз үй тігу біз ойлағандай оңай жұмыс емес екен. Біраз әбігерге салып, 4-5 сағат, яғни күні бойы жүріп, әрең дегенде біттік. Оның үстіне бізге қастық қылғандай жел қатты соғып, жылтыр қағаздарды ары-бері ұшырып, бізді біраз әбігерге салды. Сонымен күні бойы жүріп тіккен кигіз үйімізді бірге тамашалаңыздар. Бұл жерде қонып жатқанымызға 10 күн болды. Біз жаңа жерге көшіп келгенбіз. Жауын өзі бір 5 күндей тоқтамай жауды. 5 күн жауын, күнде жауын. Ауа райы деген бір түрлі. Жаңбыр деген құйып тұр. Көрдіңіздер ме? Су болып ағып жатыр ғой. Телефоным малмандай су. Және міне көріп тұрғандарыңыздай біз басқа жердеміз. Негізі алдында біз анау жерде болатынбыз. Әнеу таудың маңайында көпір бар, сол маңайда болатынбыз. Енді біз бас жағына таман келдік міне. Жауын, күнде жауын құйып тұр. Етік су міне. Кәдімгідей тоқтаусыз жауын жауып жатыр, қашан тоқтайтынын білмейміз. Бір 5 күндей болып қалды. Айналаның бәрі бұлтты көрінбейді кәдімгі. Мына жақын маңайдағы таулар ғана көрініп тұр міне. Алғаш жауын жауған кезде кәдімгідей далаға шығып, жаздай жауын жаумағады ғой өлгеге. Далаға шығып, деп жауын деп кәдімгідей күшті болып сөйтіп тұратынбыз. Сонымен 5 күн тоқтаусыз жауын жауған кезде тіпті жалық кеттім соңында. Жауыннан да кайф алмайтын болдым. Негізі жауынды жақсы көретін. Бірақ та күнде жауғаннан болып кәдімгі жаман. Үйдің іші су кәдімгі. Бірақ та алдыңғы кигіз үйден қарағанда осы жолғысы керемет жақсы тігілді енді. Ішкі көрінісі сәл пәл жамандау. Сыртынан кәдімгідей ескі заманның кигіз үй сияқты. Жауын жауарын доғарар емес. Осы кезде тоқтамай жауған жауынның кесірінен телефонның спикеріне су кіріп кеткен еді. Жауын қашан басталады? Қояр емес жауын жауар. Бұлай бола білетін болса үйге кәдімгі аққай тұртуға жауынға. Достар, сол бір аптадай жауын жауып есімізді шығарып, сол бүгін кішкене күн жарық, сол әдемі күн шығып бір жылы тұр.
Содан бүгін мен сол байланысқа шығып, яғни сүлжеге шығып, сол фейсбукта қызықтарды көріп, сол біраз нетіп шықтым. Бағана айтып кеткендей. Сонымен енді мына жолдың бойында неге келе жатсың, машина анау мынау келмей ма деп айтатын адамдарға айтайын. Бұл жолдың екі жағын жауып тастаған, яғни қайтадан жөндейді осы жолды. Сондықтан екі жағын жауып тастаған, сондықтан алаңсыз жүруге болады. Және де Өлгүйдегі ковид жайлы айтатын болсам, енді Өлгүйде ковид күшейіп кетті. Негізі барлық жерде күшейіп жатыр, бірақ та Өлгүйде өте күшейіп кетті. Себебі той жасайды кешке дейін. Біздің қазақтарды білесіздер ғой. Тойдан той жасады, оның үстіне барлық жер ашық, және де маска тақса да сол адамдармен байланыс орнатып, адамдар неше түрлі сол өздерін сондай қауіпті жағдайға апарды. Әйтпесе негізі шетелдегідей кәдімгі маска тағып, солай арақашықтық сақтап, қоғамдық жерлерде көп жүрмей, сондай болатын болса негізі басылып қалу керек еді. Енді қарап отырсыздар, Өлгүйде кәдімгідей күшті, екінің бірі ауырып жатыр. Сондықтан мен осы қырға келген бір жағынан жұмыс бабымен, және де сол ковидтан қашып. Бізде бәрі керемет, маска тақпайсың, таза ауа. Негізі достар, мен айтар едім, Өлгүйде жұмысы жоқ, сабақта жоқ адамдар болатын болса, қырға кәдімгідей кетіп қалсаңыздар дұрыс болады. Себебі қырда таза ауада кәдімгідей айран сүт ішіп жататын болсаңыздар, ковидтан сақтанатын ең басты жол. Маска тағып жүргенше қырда жүріңіздер деп айтқым келеді. Себебі өзім осында келгелі 15 күн болды, 13 күн болды. Сол 13 күннің ішінде кәдімгідей бір өзімді жақсы сезініп жүрмін. Энергиялы, бір күшті сезініп жүрмін. Сондықтан сіздерге де сол қырға барыңыздар деп айтамын. Осында келген 15 күннің ішінде мен түсінгенім, адам осындай жалпы таза бір таулы өлке қыр, яғни қырға жиі шығып тұрған дұрыс екен деп ойладым. Себебі бұл жерде ешқандай байланыс жоқ. Байланысқа шығу үшін сен үлкен таудың басына шығасың. Ол жерде көп уақыт отыра алмайсың, 1-2 сағат қана керек жұмысыңды ғана істейсің. Және басқа уақытта байланыста жоқ, ешқандай социал орта, Facebook, Instagram деген нәрсеге байланбайсың. Уақытың көп, тамақта тез сіңеді, кәдімгідей бір сондай таза бір күшті ауада өзіңді еркін сезініп, миыңды тынықтырады екенсің. Мен осы жерге келгелі 15-13 күннің ішінде кәдімгі миымды тынықтырып, күшті болып қалдым біраз. Фейсбукқа байланбай, сол жұмыста жасадым, бірақ та жұмыста тек қана сол техникаларды қарап, қолыңды қойып, сол басқа істейтін көп нәрсе жоқ. Сондықтан өте шаршайтын жұмыс емес. Мен үшін бұл жұмыс демалыс болды. Кәдімгі осылай бір енді мен оқу бітіріп келгеннен кейін бір 3 ай сайын ба, 4 ай сайын осындай жерге бір 15-20 күн мен демалып келген негізі күшті болады екен. Фейсбукқа қойып жүрмеңіз, Қойғойын ғой. Сол біз енді ертең кетеміз. Айбек деген жігітіне. Бұл жігіттің есімі Айбек, бұрын сотталмаған, басы бос уақытында жұмыс істегенді ұнатады. Айта бер, Айбек, тұлба қалай? Тұлбадасың ба? Туғалы тұлбадамын. Мен де сөйледім, Неге ұяласың? Сөйле. Таныстырпайсың өзіңді. Жоқ, болады. Ой Алла, мына бір керексіз деп қойған бала ұқсап қайтеді. Ой Айбек. Блогыма кіріп тұрсың ғой, енді сөйлесеңші енді. Ой Алла. Не деген ұялшақ боласың,
Ha? Мектебиз. Бийлип битирдим дейсиң, э? Достар, мен бұл жердің ауа райын шынымды айтсам түсіне алмадым. Күндіз күн шығып ыстық тұрса, кешкісін осылай қар жауа кетеді. Бір апта бойы жауған жаңбырдан жалығып, күн шыққанын қатты тосып едік. Кешке бізді осындай көрініс күтіп алды. Әппақ қар және де суық. Қыстың алғашқы күндері басталып кеткендей. Бұл біздің осы жердегі соңғы күніміз еді. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегендей бізге арнап қар жауғандай секілді. Сондықтан бұл жер қатты суық болғандықтан түнімен тезірек аймаққа қайтқым келіп, қатты күттім. Таңертеңінде қатты суық болды, сондықтан тезірек қайтқым келді. Еу. Достар, біз сонымен 15 күн жұмыс жасап қайтайық деп жатырмыз. Енді сол машина тосып тұрмыз. 15 күн осы жерде болдық. Ана жаққа қар түскен және жауын жауып тұр. Жағдай жаман, сондықтан тезірек өлкеге кету керек. Әйтеуір соңында таң атып, біз аймаққа жол тарттық. Қуанышымда шек жоқ. Себебі жылы үй, жылы төсек өз үйіме баратыныма қатты қуандым. Бұл жерде қатты тоңып кеткеннен бе солай болды. Соңында өлгейдің орталығына келгенде мен күткендей болмады. Мен күн жарқырап, ыстық тұрады деп ойлап едім. Өлгейдің орталығында жаңбырдың кесірінен топан су. 2 күн бойы тоқтамай жауған жаңбырдың кесірінен аймақ орталығы бірақ су алған. Және де 78 үй судың астында қалып, апатты жағдай орын алған. Өлгейдің орталығында адам жүретін жағдай жоқ. Барлығы тек қана үйін ойлап жатыр. Шатыры жоқ үйлердің барлығы дерлік су алып, апатты жағдайда. Міне менің 15 күн бойы жасаған жұмысым аяқталып, өлгейге осылайша келдім. Видеоны болса лайк басамыз. Келесі видеода жолыққанша достар. Ал мен түнекке кеткен көңілді қайта жарыққа тартам. Мен көктен күткен өмірге қарай жасайым қадам. Уақыттан қалуға болмайды, уақытпен жүру керек қатар. Онсыз да шамалы қалар.